Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге түлкі мен қоян ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар. Баяғы заманда түлкінің құйрығы болмаған екен. Құйрығының кішкентайлығы сонша түлкіге өте қатты залал келтіріпті. Өйткені түлкі жүрген ізін жасыра алмайды екен. Әрдайым түлкінің артына әрқайсы түсіп аңди береді екен. Түлкіні қасқыр түлкінің үніне кіріп алып, оны жемекші болады. Алайда түлкінің тағы да інінің аузы болғандықтан, бұл жерден шығып кетіп, қасқырдан аман қалған екен. Содан түлкі қатты қорқып, ағаштың арасына кіріп отырыпты. Бірден уақытта ол ағаштың түбіне келіп, отырған қоянды байқап қалады. Сол заманда қояндардың құйрығы өте ұзын болған екен. Қояндардың ұзын құйрықтары жүгіріп секіргенге ыңғайсыздық тудырыпты. Сол сәтте түлкі қоянды ұстап алыпты. Қоян байқұс ұзын құйрығымен қашамай қалыпты. Бұл сәтте қоян түлкіге былай деп шалынады. Түлкіжан, мені өлтірмеші, саған өзімнің әдемі құйрығымды берейін, деп өлердегі сөзін айтады. Деп түлкі ойланып қалады. Жарайды, берсең бер, дейді түлкі. Одан кейін түлкі мен қоян ол жерде құйрықтарын айырбастап алады. Содан бері түлкінің құйрығы ұзын болып, қоянның құйрығы қысқа болып қалған екен. Достар, түлкінің құйрығы өте әдемі және үлпілдеп қалған. Ал қоянның құйрығы жай ғана кішкентай ғана. Деген жануарлар үшін өте маңызды. Достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.